Баршаңызға сәлем. Қымбат миксерді қажет етпесе де көлемін 2 есе үлкейтетін бисквиттің рецептімен бөлісетін боламын. Осы рецепт бойынша, осы тәсіл бойынша міндетті түрде жасап көріңіздер, өз ойларыңыздан шығатын болады. Менде бұл жерде 3 қабатты торт заказ алған болатынмын. Бірінші формамыз 22 сантиметрлік, ал екінші формам 18 сантиметрлік. Кішкентай форма болмағаннан кейін мен үйдегі бар ыдысымды қолдана салдым. Ең бастысы бұл жерде фольганы жан-жағына теста ағып кетпеу үшін жан-жағына жақсылап жабыстырып қоямыз. Осылай. Ең алдымен осылай ыдысымызды дайындап аламыз. Яғни біз жаңа тестасын дайындап алған кезде ыдысымыз дайын болып тұру керек. Өйткені теста дайындап болғаннан кейін ол ұзақ тұрып қалса да бисквитіміз отырып қалады. Сол үшін алдын ала ыдысын дайындап қойыңыздар. Бұл жерде мен 15 жұмыртқаны пайдаландым. Ағы мен сарысын осылай видеодағыдай бөліп аласыздар да, ағын бірінші миксердің көмегімен осылай 2 есе үлкейтіп аласыздар. Менде бұл жерде обычный миксер шамалы уақытта алады, дегенмен ісіңіз оңды болады. Осылай 2 есе көтеріліп, бетінде узор пайда болады. Міне өз-өзін ұстап тұрады. Соға дейін миксерлейсіздер. Өлшеп алынған қантымызды сала бастаймыз, яғни қантты 3-ке бөліп саласыздар. Бір салып алып, осылай араластырасыздар. Ол қанты еруі немесе көтерілуі шарт емес, тек қана біркелкі араластырсаңыздар болғаны. Сосын екінші жартысында солай салып араластырасыздар. Одан кейін үшінші рет полный барлығын салып, тағы да араластырасыздар. Міне осындай крем сияқты болады, өзі түріне мән беріңіздер. Крем сияқты бір келкі әдемі түске енетін болады. Одан кейін бөліп алған жұмыртқамыздың сарысын да дәл солай бөліп саласыздар. Барлығын бірге салмаңыздар, өйткені отырып қалуы мүмкін көтерілген жұмыртқамыз. Бұны да біркелкі етіп араластырып аламыз. Енді ұнымызға разырқитырымызды салып, ұнымыз міндетті түрде илектен өткізілуі керек. Осылай ұнды да бөліп саласыздар да. Араластырған кезде де осылай лопатаның көмегімен астынан жоғарыға қарай алып, видеодағыдай солай араластырасыздар. Яғни ұн салғаннан кейін миксерді пайдаланбайсыздар. Миксер пайдаланатын болсаңыздар, ол да отырғызып тастайды бисквитті. Астынан жоғарыға қарай осылай лопатаның көмегімен жаймен араластыратын боламыз. Комоктары кеткенше, яғни түйіршіктері кеткенше араластырасыздар. Біркелкі болғанша.
Енді дайындап қойған ыдысымызға дайындап қойған бисквит тестамызды құямыз, 3-ке бөліп тастаймыз. Ескерту, духовкамыз 15 минут бұрын қосылу тұру керек. Яғни өзінің градусында, 180 градуста қызып тұрған болуы керек. Алдын ала қосып қоясыздар ғой. Ол да бисквиттің көтерілуіне әсер етеді. Бисквитті салғаннан кейін барып, духовкаңызды одан кейін қосатын болсаңыз да, ол қызып болам дегенше бисквитіңіз отырып қалады, яғни көтерілуі қиын болып қалады. Сол үшін соған да мән беріңіздер. «180 градуста 35-40 минут пісіріп аласыздар. Менде бұл жерде үлкенімді қайтадан 2 кішкентайын алдым да, үлкенін қайтадан 10 минутқа салып алдым. Осылай үлкен спашканың көмегімен тексересіздер. Мен тексерген кезде мына 2 кішкентайы құрғақ болып шықты да, үлкені егер шала піскен болса, сол шпажкаға жабысып тұрады қамырлар. Түйшік болып. Демек, ол шала пісті деген сөз. Ондай жағдайда қайтадан духовкаға салып, градусын 160-қа түсіресіз да, 10-15 минутқа қойып пісіріп аласыз. Беті күйіп кетпеу керек. Міне мен 3-шін пісіріп алып алдым уже. Енді шешіп жатырмын. Шешкен кезде де қатты ыстықта шешуге болмайды. Кішкене суытып барып, сосын кольцодан шешіп алсаңыздар болады. Егер видео ұнап жатса, лайк басып, өз пікірлеріңізбен бөлісе отырыңыздар. Қазақша YouTube каналдың дамуына үлес қосып, өз ойларыңызды бөлісе отырыңыздар. Осымен бисквиттің жасалу жолын көрсеттім. Аман сау болыңыздар. Келесі видеода, яғни осы торттың жалғасын салатын боламын. Тортты қалай әсемдейміз, сол жақтарын келесі видеода көрсететін боламын.